67-ші сабақ. Көп бұрыштардың жіктелуі. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төрт бұрыштың бұрыштарын салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаз. Яғни бұл жерде біздің байқағанымыз бойынша барлығы тік бұрыш, соның ішінде тік барлық мына қабырғаларын өлшейтін болсақ, бұрыштары тік болып шығады. Сонымен бұдан шығатын қорытынды: барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрышты тік төрт бұрыш деп атайды, яғни мына қабырғалары тік болады. Ал мысалы 5 бұрышты алатын болсақ, 6 бұрышты алатын болсақ, өткен сабақтардағы, міне мына жерде мысалы қабырғаларын салыстырсақ, олар тік емес. Олар тік төрт бұрышқа жатпайды. Шаршыныкі жатады. Бірақ шаршы ол басқа тақырып. Яғни басқа тақырып. Барлық қабырғалары оның тең, бірдей. Сондықтан ол шаршы деп аталады. Ал тік төрт бұрышта бір-біріне қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Бір-біріне қарама-қарсы қабырғалары ғана тең. Тік және бұрыштары тік болады. 90 градусқа тең, ол тік төрт бұрыш деп аталады. Әрбір тік төрт бұрыштың түстері бірдей, қабырғаларының ұзындығын өлше. Не байқадың? Қорытынды жаса. Екінші нөмірлі тік төрт бұрышты сыз. Яғни міне қызыл, оған қарама-қарсы қызыл. Жаңа айтып кеткендей, олардың қабырғалары тең болады. Қарама-қарсы көк болады, тең. Яғни тік төрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Қабырғалары тең болса, значит, ол тік төрт бұрыш. Келесі тапсырма. Барлық қабырғалары тең төрт бұрыштардың нөмірін ата және оларды дәптерге сыз. Бірінші қабырғаларын өлшейтін болсақ, бірдей барлығы. Значит, бұл тік төрт бұрыш емес. Ол шаршы. Себебі шаршы дегеніміз ол барлық қабырғалары бір-біріне тең. Яғни барлығы бірдей болса, ол шаршы деп аталады. Ал екінші нөмірге қараймыз. Бұл жерде бұрыштары тік, барлық бұрышы. Значит, тік төрт бұрыш. Және де қайдан білдік? Бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі қабырға, міне ұзындығы және ені бірдей. Сондықтан ол тік төрт бұрыш. Үшінші, барлық қабырғалары тең. Сызғышпен өлшейтін болсақ, ол шаршы. Төртінші, бұрыштары тік. Қабырғалары бір-біріне қарама-қарсы тұрған тең, бірдей. Мына екеуі бірдей, мына екеуі бірдей. Ол тік төрт бұрыш. Тік бұрышты, үш бұрышты ата. Бірінші, сызғышпен өлшеме, көзбен көрініп тұр. Бұрышы тік. Сондықтан да бұл тік бұрышты үш бұрыш болып саналады. Біріншісі. Бесіншісі, бұрыштары тік емес. Сондықтан ол жатпайды. Екіншісі, міне мына екі бұрышы, сызғышты былай қоятын болсақ, мына жеріне тік келіп тұр бұрышы. Міне. Сондықтан бұл тік бұрышты үш бұрыш. Ал үшіншіге қоятын болсақ, тік емес, қисық, міне. Сондықтан ол жатпайды. Төртіншісі дәл солай жатпайды. Сонымен тік бұрышты үш бұрыш, ол бір және екі. Барлығы үш бұрыш болып саналады, бірақ тік бұрышты үш бұрыш, бір мен екі ғана. Келесі амалдарды орында. 67-ші сабақ. 6 тәулік 20 сағат қосу 5 тәулік 25 сағат. Ең алдымен біз тәуліктерді қосып аламыз. 6 қосу 5 тең 11 тәулік деп жазамыз. Сосын қасындағы сағаттарын қосамыз. 2 қосу 25, 27. 11 тәулік 27 сағат деп жазамыз. Болды. 3 жыл 2 ай қосу 4 жыл
13 ай тең ең алдымен жылдарды қосып аламыз. 3 қосу 4 7, қасына жыл деп жазамыз. Айларды қосамыз. 2 қосу 13 15. 15 ай деп жазамыз. Сонда 7 жыл 15 ай. Ешқандай қиындығы жоқ. 8 дециметр, азайту 2 дециметр, 5 сантиметр. Тең бірінші дециметрді азайтамыз. 8 алу 2. 6 дециметр деп жазамыз. Сантиметр мына жерде жоқ, сондықтан 5 сантиметрді жай ғана көшіру жазамыз. 6 дециметр 5 сантиметр. Ары қарай 1 центнер азайту 72 килограмм. Тең бұл жерде центнерді килограммға бізде айналдыру керек. Яғни 1 центнерде 100 килограмм бар. Значит, біз 100-ден 100 килограмм бар 1 центнерде. 100-ден азайтамыз 72-ні. Сонда 28 болады. 100 азайту 72, 28 килограмм деп жазамыз.